Екі тола. Кешіргенше сау бол. Көріскенше. Сау болыңдар. Ей! Анау әкем ғой. Кешірімде өзіңе қарасаңшы. Сағат 4-те скрипка, 5-те футбол. Бүгін биге барасың ба? Иә, бірақ алдымен жүрек жалғап алайықшы. Жарайды, үлгеретін шығармыз. Бүгінгі сабақтарың қалай өтті? Айтарлықтай ештеңе. Сол күнделікті сабақ қой әке. Иә, бұл күнде әдеттегідей болды әке. Кори тапсырмасын ұмытып кетті. Өзі маған солай деді. Ол жайлы кейін сөйлесеміз. Амансыздар ма? Иә, аманбыз. Отыра тұрыңдар. Ей, анау фургон 8-де 6 емес пе? Одан да күштісі. Ол фургонның А22 нұсқасы. Мәссаған, бұл үлгідегі көліктер сирек кездеседі. Оны білесің бе? Міне ғажап. Бұл не? Тоқтаңыздар. Әке! Өздігінен басқаруға көшу. Сен нені басып жібердің? Ештеңені? Райан, Кори, бұл хабарламаны сендермен бетте-бет сөйлесе алмай қалсам көрсін деп жазып қойғам. Тыңдаңдар. Бұл арнайы көлік Тобот X деп аталады. Оны мен ойлап шығардым. Егер күтпеген жағдайға тап болсаңдар, ол сендерге қамқор болады. Сонымен, ол өздігінен басқарылады. Бұдан бөлек Тобот X-тің таңғажайып құпиясы ішіне жасырылған. Қазір келем. Кетіп қалды. Апырай, анау Толи мен оның апасының көлігі ғой. Мамалы жатыр. Бұл не екен? Сонымен, не айтып жатыр ем? Тыңдаңдар, Тоботтың ерекше қасиеті бар. Оны іске қосу үшін алдымен арнайы кілт керек. Сендерге төсбелгі берген еді ғой. Ол жай төсбелгі емес, Тоботтың кілті. Көліктің сыртында белгісі бар. Кілтті сол жерге салсаңдар, Тобот X іске қосылады.